Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздерге самұрық қазына стор, яғни СК стор порталы бойынша ақпарат берсем деймін. Негізі бұл порталдың основной сайты, негізі закуп СК KZ порталындағы заказчиктар өздеріне қажетті тауарларын және услугаларын электрондық дүкеннен алады. 2022 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Басында 8.000 МРП болды, одан соң қазіргі таңда 20.000 МРП-ға дейін, яғни 70-80 миллионға жуық тауарларын және услугаларын осы жерден торг жариялау арқылы ала алады. Енді бұл жерде бұл сайтқа тіркелу үшін негізі мысалы мына жерде келісімшарт, договор бойынша жұмыс жасаймыз ғой, основной сайтында закуп СК KZ-те. Сондықтан самұрық қазына стордың өзінің офертасы бар регистрация кезінде, және заказды ұтқан кезде, тауарды ұтқан кезде заказ на поставку деген құжат бар. Сол екеуі в основном договордың орнына жүреді. Сондықтан бізде келісімшарт болсын, құжаттамалар болсын, барлығы осы электрондық дүкеннің өзінде толтырылады. Міне, самұрық қазына стор ол өзі түрі осындай, в основном интерфейс дейді ғой, интерфейс осындай бірнеше ғана функциядан тұрады. Заказы, услуги, товары, магазин, яғни магазин бойынша да жұмыс жасауға болады. Каталогқа шығарып, магазиніңізге тауарды жүктеп, мысалы бір шуруповерт болсын, дрель болсын, сіз сатқан жағдайда, егер сіз мынау закуп СК KZ-те бұрыннан бері жұмыс жасап келе жатсаңыз, өзіңіздің сатып жүрген тауарларыңызды осы жаққа жүктеп қойып заказ күтсеңіз болады. Бірақ магазин бойынша заказ 100 МРП-ға дейін ғана келетін болады. 100 МРП-мызды 3937-ге көбейтіңіздер, ары қарай есептей беріңіздер, сол суммаға ғана заказ келетін болады. Ал заказы тарге деген жерде, бұл жерде күнделікті 3 сағат пен 24 сағаттың аралығында торг жарияланады. Бұл жерде енді категория бойынша қазақстандық өндірушілер, олардың официальный дистрибьюторлары және алып сатарлар қатысады. Яғни ешқандай категорияға жатпайтын алып сатарлар, мысалы арзан жерден тауып, өзіміздің бағамызды қойып, үстінен табысымызды көреміз. Енді торгтың екі түрі бар: открытый торги по корзинам. Мінекей 3 сағатқа жариялаған заказчик Астанаға қажет, не үшін, не қажет екенін көру үшін ары қарай предложить цену деп басып, қарап, бағамызды ұсынып, әрине шығынымызды есептеп, ең алдымен сатып алатын тауардың бағасын, салығын, доставкасын және көретін табысымызды есептеп барып қатысу керекпіз. Енді бұл жерде услуга да бар. Жалпы қандай категория және қандай услугалар бұл порталда жарияланатын болсақ, онда настройки оповещений дегенді асамыз жеке кабинетте. Міне, бытовая техника, канцелярский товары, стройматериал, электроинструменты, тағы да басқа 49 категория бойынша тауар жарияланады. Ал услугаға келетін болсақ, бытовые услуги, полиграфические печатные услуги, маркетинговые и рекламные услуги, дела производства и документации, автосервисные услуги, образовательные услуги. Яғни осы 6 услуга бойынша заказчик өзіне қажеттісін торг жариялау арқылы жасай алады. Жұмыс бойынша работа бұл әзірге жоқ бұл порталда, өйткені работаны білесіздер, смета бар, техникалық характеристикасы өте қиындау, сондықтан ол бұл жерде жоқ. Ол өзінің основной сайтында жарияланып жатады. Мына жерде самұрық қазынаның закуп СК KZ. Енді бұл жерде заказчиктарға жаңа атап өткендей 20.000 МРП-ға дейін өздеріне қажетті тауарларын торг арқылы жариялайды. Міндетті түрде основание болу керек, яғни план болу керек, жоспар болу керек. Сол жоспар арқылы міне пункт плана номер не қажет екенін жариялап отырады. Енді қазір бір тауарды мына жерде ұтқан тауарды қазір мен заказчик маған доработкаға жіберген екен, соның доработкасын, яғни накладнойға уже қол қойған, поставка уже жасалды, жеткіздік. Оны біз ары қарай оны не істейміз, уже счет на оплату. Тауар уже жетті. Мына жерде құжаттар бойынша, как обычно, бүкіл сайттың системасы бір ғой. Тауар келісімшартқа қол қоямыз, тауар жеткіземіз, акт қабылданады. Одан соң отчет по местному содержанию толтырылады. Одан соң заказчиктар, поставщиктар өз ара подписание жасап, уже біз поставщиктар оплатаға дайындаймыз. Яғни бұның уже счет фактурасы жіберіліп қойған. Бұл жерде енді мен қазір актты не істеймін? То есть накладнаяны мен қайтадан перевыставить етемін. Заказчик маған қайтадан жіберген. Алдында мен накладнойға қол қойылмаған салып жіберіп едім, қазір маған уже олар қол қойып, соны жіберіп жатыр. Қол қойылмаған накладнойды жүктеп, актты тіркеп жіберген себебі,
СФ боюнча билесиздер, накладной боюнча 15 күндө жиберүү керекпиз. Сол срокты просрочка жасамаш үчүн мен жибердим. Енді қазір маған кол койгон накладной актты кайтадан доработкага жиберип жатыр. Соны мен салып жүктейм. Негизи мен осындай электрондук дүкен боюнча, закуп СК-KZ боюнча, госзакуп боюнча Митворк деген порталды билесиздер, Евразийский электрондук портал. Сол боюнча консультация жүргүзөмүн, сабак жүргүзөмүн. Осы Самұрық Қазына сторда менин жакшы натыйжеге чыгып жаткан шакирттерим бар. Олар менде жумуш жасайм, өзүм айналысам. В основном уже көбүнесе акцентти азыркы таңда электрондук дүкендерге коюп жатыр. Өйткені тендер издеп убакытты кетирүүнүн кажети жок. Дайын товар, дайын характеристика карадык, товарды таптык. Кичине убактымызды экономить этет. Өйткені основной сайттарда көбүнесе тендерди баштап келе жаткан әсіресе шәкірттер тендер издеуге убактын жиберет ғой. Ал мына электрондук дүкендер, мисалы Госзакуптун электрондук дүкөнү бар, ол О-маркет. Ол жакта 4000 МРПга чейин жумуш жасауга болот. Бирок ол жакта бир жакшы заказчиктер өтө көп. Ал Самұрық Қазына сторда примерно 400-450ге жуық заказчиктар. Но все равно күнделікті 100-ден 500 аралығында заказдар жарияланып тұрады. Электрондық дүкендермен қазір жұмыс жасау тиімді. Өйткені біліп тұрсыздар сіздер не апаратындарыңызды характеристикасы бойынша, и заказчикті көріп тұр не апаратын. Енді кейде әрине болып қалады, заказчиктар өздеріне қажетті тауарларны өте төмен баға беріп қоятын жағдайларда болады. Рынокты зерттемейді, не болмаса там любой бір сайттан ала салады бағаны, иә. Сондықтан бұл жерде де но дейтін жерлері де бар. Ол заказчиктардың беріп тұрған бағасы біздің көңілімізден шықпайды, және апарайын деп тұрған тауардың сол бағасына сәйкесін жеткізейін деп тұрған жағдайда ол кезде олар оны тоже қабылдамайды. Соответственно, олар сосын өздерінің комиссиясымен план құрып, пландарын өзгертіп, бағасын көтеріп, тағы да басқа основаниялармен сол товарды либо алады, либо алмайды. Енді мына жерде қазір мен прикрепление файлы жасайм. Бір минут. Мына жерде мен накладнойымды қазір тауып алайын. Лист рабочий столға сақтап қояйын. Мына жерде мен накладнойымды тауып алдым. Так, накладнойды жүктедім. Мына жерге мен төмен жаққа апарайын. Накладнойды жүктегеннен кейін перейти к подписанию болады. Перейти к подписанию деп қазір мен қол қоятын болады. Міне акт шықты. Перейти к подписанию. Ойланып тұр. Акт прием передачи тоже электронно, автоматически уже шықты. Қандай товар жеткізгеніміз туралы бағасы барлығы осы жерде көрсетіліп тұрады. Актты скачать етіп алсаңыздар да болады, өйткені көп поставщиктар осылай документ сақтап жұмыс жасағанды ұнатады. Подписать документ деп біз қол қоямыз. Документті подписанияға жібердік. Так.
подписание акта, документ подписан. Енді заказчиктар өз тарапынан актқа қол қою қажет. Сосын барып біз уже акты полностью исполнен деген статусты мына жерде көретін боламыз. Сол исполнен болғаннан кейін заказчиктар өздерінің оферта бойынша 5 жұмыс күннің ішінде ақшаны жіберу керек. Ал көбінесе біз госзакуп болсын, жалпы основной сайты болсын, 30 календарный күннің ішінде ақшаны жіберу керек. Басқа тендерный площадкаларда келісімшарт бойынша. Ал самұрық қазынаның бір плюсы осы 5 жұмыс күннің ішінде акт қабылданғаннан кейін ақшаны төлеп тастайды. Бұл жерде де енді прям бәрі идеальный емес, созатын заказчиктар да бар, иә. Там сіз по порядке очереди аласыз деп. Хотя оларда тоже кешіктірген үшін оферта бойынша қандай да бір қолданатын іс-әрекеттер болса да, біз оларға претензия жазып, досудебка жазып, кейде ақшамызды там 1 айға дейін созып жіберсе, ол кезде біз өтініш арқылы жауып тастаймыз. Сондай бір моменттері бар енді. Бұның барлығы әрқайсысында индивидуальный практика кезінде көрсетіледі. Енді заказды торгқа, яғни тауарға қатысып, оны апарып бермесеңіз не болады? Не болмаса договорға қол қойып үлгермей қалдыңыз. Тағы да бір осындай себептермен сіздерде сұрақ туындаса, мен консультация жүргіземін. Не болмаса толық сабақ алып алсаңыз болады менен. Осы порталды үйреніп, ақша тауып жұмыс жасайын десеңіздер, қазір тем более тендер сезоны басталды, яғни часто алатын болады күнделікті өздеріне қажетті тауарларын. Сондықтан маған осы ютубта көрсеткен номерға жазсаңыздар болады. Сау болыңыздар.